Діни білімді шет елден алмаңыз, Қазақстанда оқымай жатып. Өйткені діни білімді бірден шет елге барып алатын болсаңыз, сіздің адасқан ағымдан жетегіне кету қаупіңіз өте жоғары болады. Қазақстанда бар, бірінші шет елге барып білім алып, одан кейін Қазақстанда қызмет етіп жатқан ұстаздар бар белгілі. Бірақ ол уақытта үзір бар еді. Ол кезде Қазақстанда ешқандай діни білім орталары жоқ еді. Сол үшін ол кісілер бірден шет елге барды, сосын діни білім алып келді. Ол кісілерге қаратып айтып жатқан жоқ, бірақ одан бөлек азаматтар да барып 2000 жылдардың басында Қазақстанға келіп, сол адасқан ағымдардың идеологиясын таратқан уақытшылар аз болған жоқ. Сол үшін де қазіргі таңда бірінші шетелге шықпастан бұрын діни білімді Қазақстанда алыңыз, сосын барып діни білім жалғастыратын болсаңыз шетелге шығыңыз. Қазіргі таңда Қазақстанда 14-тен астам оқу орындары бар, діни оқу орындары. Сол үшін қазіргі таңда ешқандай үзір жоқ. Және де мына нәрсені ескеріңіз. Сіз шетелге шықпайтын болсаңыз, үлкен ұстаз бола алмаймын деген ойды санаңыздан алып тастаңыз. Өйткені Қазақстанда да шетелге шықпай үлкен ұстаздардың қатарында жүрген, ғалым болған ұстаздар да бар. Мысалы, бір-екеуін атайтын болсақ, Нұржан Смағұлов, Елана Ақатаев сынды ұстаздарды айтсақ болады. Сіздер шетелге шықпасаңыздар да сол ұстаздар сияқты мықты ұстаздардың қатарында бола аласыздар.